Алла тағала Құранда да айтады ғой, Иә. «Мә тәйәссәра минал Құран». Иә. Яғни жеңіл келгені. Кімге өзінің бұрын жаттағаны бар, әркім әртүрлі формада Иә. жаттап алды. Иә. Енді біреу үйреніп қалған, тілі үйреніп қалған, автоматически соған тілі кетіп қалатын дұғаны өзгертпей, әркімге Алла тағала Құранның өзін жеңіл келгенін оқы деп тұрса, Иә. салауатта қайсы жеңіл, Иә. қысқа формасын, оны енді бұл жерде бізде намазда Иә. салауат бар. Иә. Демек, намазға кіріп тұрған салауат, демек ол ең негізгі салауат. Өйткені біз әр намазда әт-тахияттан кейін салауат айтамыз ғой. Бұл негізгі салауат деп қабыл, менің түсінігімде сол. Немесе оны енді қысқартқан кезде Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад. Қысқа нұсқа. Саидинаға сенде ихтилаф бар, бірақ негізі ол міндетті емес. Негізгі хадис мәтіндерінде ол жоқ. Ол кейінгі ғалымдардың махаббаты, құрметі дұрыс. Ол сенің мынауға байланысты. Ешкім мына алып тастағанда құрметі төмендеп кетеді деп айта алмаймыз. Айтам десе айтсын, айтпаймын десе өзі біледі. Өз еркісіз. Главный құрметін, өйткені ла юъмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ва нас ажмаин. Осы хадис бар. Демек, адамдардың барлығынан пайғамбарды жоғары қойып, жақсы көре білсең, болды, қалай айтсаң да дұрыс. Әдемі сөз.